Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қазақ әдебиеті пәнінің бірінші бөлімі атыдан қалған асыл сөз Бұқар Жырау Қалқаманұлының өмірімен танысқан болатынбыз. Қайталау сөз анасы дегендей, қазір сендердің назарларыңа Бұқар Жырау жайлы бейнебаян ұсынылады. Бұқар Қалқаманұлы 1668-1781 жылдар аралығында өмір сүрген қазақтың ұлы жырауы, 18 ғасырда жоңғар басқыншыларына қарсы қазақ жоңғар соғысының бастаушысы әрі ұйымдастырушысы, атақты Абылай ханның ақылшысы. Замандағы сыншылар оны көмекей әулие деген, сөйлегенде көмекей бүлкілдеп аузынан тек өлең сөз төгіледі екен. Бұқар жырау шығармаларының тақырыптық аясы, шеңбері, жақсылық пен жамандық, ездік пен ерлік, ізгілік пен зұлымдық, әділдік пен әдептілік, жастық пен кәрілік, татулық пен араздық, достық пен дұшпандық, адалдық пен арамдық, тектілік пен азғындық, тұтастық пен бірлік. Бұқар жырау Ай Абылай атты толғауында өзі куә болған, сабалақ атпен жүріп Әбілмәмбет төренің түйесін баққан Абылайдың 11 жасынан бергі өмірінен деректер береді. Батырың өтті Бөгенбай атты толғауында Абылай ханға Батыр Бөгенбайдың өмірден өткенін естіртеді. Жау көргенде аттың басын тартып көрмеген, қазақтың қамал қорғаны болған Бөгенбай батырдың ерліктері айтылып, батыр қазасы жырланады. Бұл үйрек толғауы. Көлемі жағынан қысқа. Жырау көлден көлге қонатын үйректердің жаз күндегі мамыражай бейбіт қалпын сипаттай келіп, халық бірлігі мен тыныштығы тұрғысынан айнала алмай ат өлсін, айыра алмай жат өлсін, жат бойынан түңілсін, бәріңіз бір енеден туғандай болыңыз деген өсиетімен тәмамдайды. Бұқар жырау шығармаларының қай-қайсының да ұлт тарихы мен болмысын тануда маңызы зор. Балалар, Бұқар жырау бейнебаянынан кейін қазір 5 сұрақ әдісі арқылы жауап береміз. Бірінші, Бұқар жырау неге көмекей әулие атанды? Екінші, Бұқар жырау толғауларында қандай мәселелер көтерілді? Үшінші, Әй Абылай толғауында Абылай туралы не айтылады? Төртінші, Бұқар жырау Абылай ханға қай батырдың қазасын естіртеді? Бұқар жырау шығармаларының маңызы қандай? Жақсы, осы сұрақтарға жауап береді деген ойдамын. Балалар, енді бірінші бөлім атыдан қалған асыл сөз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Бұқар жырау өлеңдерінің көркемдік ерекшелігі. Сабақтың мақсаты шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықтаудың түрлерін талдай отырып, автор стиліне баға беру. Бағалау критерийлері шығармадағы айшықтау, құбылту түрлерін анықтайды, айшықтау мен құбылту түрлеріне талдау жасау және автор стиліне баға береді. Сабағымызды бастамас бұрын кіріспе, яғни 18 ғасыр қазақ қоғамы үшін Шоқан Уәлихановтың сөзімен айтсақ, қан жосыған ішкі сыртқы жорықтар мен ұрыстардың заманы болды дей келе, академик, профессор Рабиға Сыздықова 18 ғасырдағы жыраулар поэзиясының басты тақырыптарын атап көрсетті. Бірінші, ел қорғау, елдік, ерлік тақырыбы. Екінші, әлеуметтік қоғамды суреттейтін тақырып. Үшінші, дінге, мұсылман дініне қатысты мәселелер. Академик профессор
Рабиға Сыздықова. Бұқар халықтың өнеге, оқуы дидактикалық, поэзия мен азаматтық позицияның жыршысы екендігін айтады. Және бірінші тілек тілеңіз, ай не болар күннен соң, айналасын жер тұтқан сияқты өлеңдермен өзіне дейінгі халықтық поэзияны ілгері дамытушы болса, Абылайханның қасында «Әй Абылай, Абылай, ханға жауап айтпасам, керей қайда барасың» сияқты жырларымен, Асан Қайғы, Шалкиіз, Жиембет жырауларының жырларымен тақырыптық әрі түр жағынан үндеседі дейді. Ғалым Мұхаммедқарым Жармұхаметов Бұқар жырау толғауларын 3 толғауға бөледі: арнау толғау, болжау, насихат толғау. Арнау толғауға жыраудың Абылай ханның қасында, қазақтың хан Абылай, яғни арнау толғауларының көпшілігі Абылай ханға арналған. Болжау толғауларына ханға жауап айтпасам, 12 айда жаз келер, Абылай ханның қасында, тағы басқа жатады. Насихат толғауларына айналасын жер тұтқан, жар басына қонбаңыз, Асқар таудың өлгені. Яғни бүгінгі сабағымыздағы балалар Бұқар жырау шығармаларының басты көркемдік ерекшелігіне тоқталайық. Бұқар жырау толғауларының көркемдігі өз алдына үлкен тақырып. Ол толғау жанрының өзіне дейінгі көркемдік өрнектерін бойына сіңіріп, өзіндік қол таңбасын жасағанын жоғарыда атап өткен едік. Бұлардың әрбіреуі тек толғау жанрына ғана тән абстракциялы ойлар, көркем түйіндер, қиыннан қиыстырылған салыстырулар арқылы бой түзеп тұрған шағын шығарма. Бұл жырларда артық буын, жасық сөз, амалсыз қайталаулар кездеспейді. Балалар, бірінші тапсырма прожектор әдісі арқылы Бұқар толғауларынан алынған үзіндіден айшықтау мен құбылтудың түрлерін анықтайсыңдар. Сен бұзау терісі шөніксің, мен өгіз терісі талыспын, мен арғын деген арыспын, аузы кере қарыспын, Абылай алдында сен бітсең, құдандалы таныспын. Асқар таудың өлгені, басын мұнар шалғаны, көктегі бұлттың өлгені, асалмай таудан қалғаны. Бірінші тапсырма бойынша балалар ескеріп тұрылар. Шығармадағы құбылту мен айшықтау түрлерін анықтайсыңдар. Шығармадағы құбылту мен айшықтау түрлерін талдайсыңдар. Жарайсыңдар балалар. Енді өздерінің орындаған тапсырма бойынша кәне тексеріп көрелік. Шөніксің, талыспын, арыспын, қарыспын, таныспын. Яғни метафора. Өлгені, анофора. Жарайсыңдар. Сендерге де осындай деп ойлаймын балалар. Енді екінші тапсырма 4 сөйлем тәсілі арқылы орындайсыңдар. Бірінші пікір. Шығармадағы автор стилі бойынша өзіндік пікірін бір сөйлеммен жазасыңдар. Екінші дәлел ретінде өз пікіріңді бір сөйлеммен дәлелдейсіңдер. Үшінші мысал пікірін өмірмен байланыстырып, мысал келтіресіңдер. Төртінші қорытынды тақырып бойынша бүгінгі өтілген сабағымызды қорытынды жазасыңдар. Дескриптор. Шығармадағы автор стиліне 4 сөйлем тәсілі бойынша пікір білдіресіңдер. Жарайсыңдар балалар. Ендеше бүгінгі сабағымыздың мақсаты шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықтаудың түрлерін талдай отырып,
автор стиліне баға бердіңдер. Сонымен балалар, кері байланыс аяқталмаған төрт сөйлем әдісімен сабағымызды қорытындылаймыз. Бүгін нені білдің? Қызықты болды, яғни не қиын болды, және бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бойынша нені түсіндіңдер? Соны жазамыз. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар.